Бүгін мемлекеттік рәміздер күні барша қазақстандықтарды осы мерекемен шын жүрегімізден құттықтаймыз. Ал енді уәде еткенде біз студия қонақтарымызбен таныстыра кетейік. Біздің жанымызда дәл қазір Алматы қаласының жастар саясатын дамыту мемлекеттік қорының жетекшісі Дәурен Мұхамеджанов және Алматы қаласы студенттер альянсының қыз жігіттер келіп отыр. Солай ғой? Қайырлы таң, мерекелеріңізбен. Мерекелеріңізбен. Сіздерді көріп шын мәнінде бүгін мереке екенін тағы да біз куә болып отырмыз. Солай ғой, Бақыт? Студенттер альянсының мүшелерімен Дәурен өзіңіз таныстыра кетсеңіз. Менің жанымда отырған Ләззат, Асхат және Самғат деген осы қыз жігіттеріміз. Бүгінде осы Алматы қаласында жастардың арасында өздерінің белсенділігімен танылып жүрген жастарымыз. Сондықтан бүгін осы мерекеге, осы сіздердің хабарыңызға әдейі шақырып отырмыз жігіттерді. Дәурен, енді өзіңіз бүгінгі мерекені қалай сезінесіз? Енді ресми түрде биыл өзіміз рәміздер күнін атап отырмыз, тойлатып жатырмыз. Өте жақсы сауал, рахмет. Біріншіден сіздердің осы мына қонақжай студияларыңызға шақырғандарыңызға. Оның үстіне барша қазақстандықтарда бүгінгі мынау ерекше күн, былтырғы жылы елбасымыздың жарлығымен 4 маусым ресми түрде мемлекеттік рәміздер күні болып белгіленген. Енді жылдан жылға мен ойлап отырмын, бұның маңызы арта түседі, соған байланысты жылдан жылға халқымызды кеңірек тойлай бастайды деп ойлаймын. Яғни атап өтетін мереке ретінде. Ал биылғы жылы көптеген жастарымыз қазірдің өзінде осы мемлекеттік рәміздер жеке күн болып аталып өтетініне өте ризашылықтарын білдіріп, шын мәнінде қуаныш сезімдері бойларында бар екендігі көрініп отыр. Сол себептен де бүгін біз осы Алматы қаласында үлкен іс-шара бастап өтеміз. Таңертеңнен кешке дейін жалғасатын болады. Дайындық қалай? Дайындық қазір жақсы. Биылға осы Алматы қаласындағы орналасқан көптеген жастар ұйымдарының қатысуымен 30-тан астам автокөліктердің қатысуымен көлік шеруін ұйымдастырамыз. Осы қаладағы негізгі көшелердің бойымен жүріп өтеді. Яғни ол ғылым біліміміздің ордасы деп айтайық, ұлттық ғылым академиясының алдындағы әдейі маңызы бар. Сол алаңнан басталып, маңызы бар республика алаңы және Желтоқсан көшесімен төмен түсіп, содан Абай даңғылының бойымен отбасылар саябағы дейміз ғой, фемилия саябағына дейін барады. Ал негізгі іс-шаралардың бәрі сол жерде ұйымдастырылатын болады. Соңында от шашумен қорытылады ғой. Енді бұйырса солай болады деп отырмыз. Біздің ары қарай үлкен жастардың гала фестивалі сол жерде ұйымдастырылады. Ол өзі екі блоктан тұрады. Біріншісі осы бүгінгі айтулы мерекеге Астанадан арнайы үлкен қонақтарымыз келгелі отыр. Ол Қазақстан Республикасының мемлекеттік хатшысы Қанат Бекмырза Саудабаев, Алматы қаласының әкімі Ахметжан Смағұл Есімов және осы Алматы қалалық Нұр Отан халықтық демократиялық партиясы Алматы қалалық бөлімшесінің бастығы Тоқмұхамед Сәлменұлы Садықов және тағы басқа мемлекеттік рәміздеріміздің авторы, яғни мемлекет тудың авторы Шәкен Оңласұлы Ниязбеков. Аталарымыз өздері келіп біздің іс-шараларымызға өздеріңізге ниеттерін, тілектерін білдіретін болады. Ал екінші блогы біздің концертіміздің кешкі сағат 5-те басталады. 6-да бүкіл Қазақстан бойынша бір уақытта тағы да бір рет мемлекеттік әнұранымыз орындалатын болады. Яғни бүгін осы негізінен осы мемлекеттік рәміздерге арналған күн болғандықтан, ол мемлекеттік әнұранымыз бірнеше рет орындалатын болады. Бәрекелді. Ал қыздар, Әсел, Асхат, сіздердің дайындықтарыңыз қалай? Біздің дайындығымыз өте тамаша. Әрине, Дәурен ағамыз айтып кеткендей, бүгін сағат 6-да, кешкі сағат 6-да бүкіл Қазақстан 21 регионда, аумағында осындай Қазақстан Республикасы мемлекеттік гимн ойналады. Және де дайындық өте қызу үстінде жүруде. Бұған бүкіл Алматы қаласы жоғары оқу орындарын қосып отырмыз. Бүкіл аудан әкімшіліктері, қалалық әкімшілік. Бүкіл жастар өздері оянып, бүгін азанда қазір звондап, бір-бірімізбен хабарласқан күннің өзінде барлығының настроениялары жоғарыңқы, көңіл күйлері қуанып, дайындалып барлығы. Қазір мысал үшін сағат 11-де біздің автошеру басылады. Сол жерде уже балалар жиналып барлығы киімдерін киіп, уже флагтарын жауып дайындалып жатыр. Мерекелік көңіл күй таңертеңнен қалыптасып Аха, студенттерді ең қуантатын нәрсе бізді сұрады, біз неге үстімізге. Біз айттық осы Қазақстан Республикасы рәміздерін. Сонда студенттеріміздің қуанғанын көрсеңіздер. Ол деген қазіргі таңда студенттеріміздің еліне патриоты деген осындай бір қуаныштығы, бір мақтанышы өз рәміздерімен өте бізді қуантып отыр. Жалпы біздің өзіміздің туымызбен ел таңбамызды қарайтын болсақ, өзге елден өте ерекше да. Сол себептен
Ол себеп, бір себебі сол болуы мүмкін. Екінші себебі біздің қазақ жастарының патриоттығы болуы мүмкін. Өзінің елтаңбасы мен туына деген құрмет өте жоғары. Жаңа машинаның ішінде артында жаңа флагтар жатса, неге бұл артында жатады? Біз оны ашып, алып, қарып, жаяйық дейді да. Бәрі жайып, жаулатып жүр әлі. Әлі автошеру басталған жоқ, бірақ сонда да көшеде тұрып жатыр. Жастардың отансүйгіштікке деген сезімі туралы Ләззаттың да пікірін біле кетейік. Қазіргі кезде жастарымыз жақсы патриот болып келе жатыр. Және біз Қазақстан Республикасының патриот жастары болып қала береміз. Ләззат, отан отбасынан басталады дейді. Ал енді отбасындағы тәрбие әрине ата-анаға, оның ішінде баламен көбірек ана отырады ғой, анаға байланысты. Жалпы бүгінгі қыздардың тәрбиесі, отанға деген жаңа өзіңіз айтқан сүйіспеншілігі, өзіңіз араласып жүрген құрбы құрдастардың, қыздардың арасында қандай белгілер танытып жүр? Енді біз көбіне қыздар, жастар әсіресе батысқа еліктейді, Еуропаға еліктейміз дейміз, жаһандану процесі болып жатыр дейміз. Дегенмен де нағыз ұлттық өзіміздің бойымыздағы руханилықты сол біздің келешек ұрпағымызға біз бере аламыз ба? Сіздің құрбы құрдастарыңыз бере алады деп уәде ете аласыз ба біздің эфир арқылы? Иә, біз өзіміз қазақ ұлты болғаннан кейін бұрыннан бойымызда сіңіп келген қасиет, осы ата бабамыздан келе жатқан қасиет, соны ары қарай жалғастырамыз және сақтаймыз. Бәрекелді. Дәурен, енді студенттер альянс туралы толығырақ мәлімет бере кетсеңіздер. Мына жерде өздерінің адамдары тұр. Қысқаша айтып Енді өзім Асхат, есім осы жақында ғана 2 ай болды. Осы Қазақстан студенттер альянсы Алматы қаласы бойынша көшбасшысы болып тағайындалдым. Әрине көптеген жұмыстар ұйымдастырудамыз. Біздің басты мақсат осы студенттерімізді патриоттық сезімге бағыттау, салауатты өмір салтына бағыттау. Көптеген жоспарлар, көптеген іс-шаралар өткізудеміз қазіргі таңда. Бұл жерде альянс студенттерінен де басқа өзге де жастар ұйымдары, себебі жастар несі болғандықтан мен өзім өнерлі жастар конгресс деген ұйым бар, соның төрағасы болып жұмыс істеп жатқаныма 8 айдан асты. Бүкіл жастардың шеруі болғандықтан барлығымыз бірге атсалысып, осы мерейтойды өте жоғары деңгейде өткізуімізге тырысып жатыр. Ал өздеріңіз белгілі бір жерде оқисыздар ма? Әрине. Қоғамдық жұмыстарға атсалысамыз деп сабаққа деген үлгеріміз Жан-жақты болып Мен бірінші бізде қазіргі мақсат сапалы білім алу. Мен өз барлық жастар, мысалы үшін, қоғамдық жұмыста жүрген, олар екі жақта да үлгеруге тырысады. Біздің, мысалы үшін, бәрі менен сұрайды да, неге осылай қоғамдық жұмыстарға белсенді қатысып жүрсіздер, сабақтарыңыз қалай деп. Жалпы өзім мектепті алтын белгіге өтіріп, қазір қызыл дипломға келе жатыр, Құдай қаласа. Бәрекелді. Жастар қоғамы туралы бейне сюжет тамашалап алайық. Қазіргі таңда ел егемендігімен жастар қозғалысы жанданып келеді. Өркениет көшімен ілескен ел тізгінін қолына алған өжет жандардың айқын мақсаты батыл қадамдар қуантады. Жастар ұйымдары мен белсенділер қатарының жыл санап өсіп келе жатқаны соның айғағы. Бүгінгі таңда республикада 700-ден астам жастар ұйымы жұмыс істеді. Олардың көбі президенттің қолдауымен құрылған Қазақстан жастар конгресінің қанатының астына біріккен. Ал сол жастар ұйымы бүгінгі күні қандай жұмыстар атқарып жатыр? Енді бүгінгі жастардың ұйымдарының рөлі маңызы өте зор. Себебі қазір үлкен сенімдік білдіріп жатыр ғой. Қазір біз жаңа ғасырда, 21-ші ғасырда өмір сүргеннен кейін осы ғасырдың жаңа талаптары бар. Бұл ғасыр енді цифрлық ғылыми жағынан қарайтын болсақ, жалпы қоғамдық өмірінен қарайтын болсақ, тез арада бәрі өтіп жатыр. Соған қарап, бізде Қазақстан жастар болып, осы республика бойынша үлкен қызметтер атқарып жатыр. 2004 жылы 7 шілдеде Қазақстан Республикасы мемлекеттік жастар саясаты туралы заңы жастар ұйымдарының ортақ ұсынысымен қабылданды. Сондай-ақ елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жастарымыз ар-намыс, парызға сенімділік, парасаттылық, отанымыздың өркендеу жолындағы жасампаздық сияқты жоғары құндылықтардың жолын ұстанып өсуі тиіс деген сөзімен еліміздің жастары алдында рухани мақсаттың шоқ жұлдызын ашып бергенде болатын. Белсенділердің ішіндегісі көбісі кіретін енді студент жастар ғой, және ұйымдасқан жастар бұл. Жоғары оқу орнының студенттері болсын, мектеп оқушылары болсын. Соған қарап енді мысалы келтіретін болсам, 1 жыл жарым бұрын 300-ден астам болады ғой. Ол 1 жыл жарымның ішінде 2 есе көбейгенде бұл да бір қоғамдық және де өзің азаматтық позициясы жастардың белсенділігін көрсетеді ғой.
Жастар ұйымының негізгі мақсаты келешектегі жастардың құқықтық мәртебесі, жастарды әлеуметтік тұрғыдан қорғау мәселесі. Еліміздің гүлденуі жолында жастардың толыққанды дамып жетілуіне жағдай жасау, салауатты ұрпақ тәрбиелеу. Ауылдағы жұмысшы жастар, сондай-ақ жоғарғы және арнаулы оқу орнында тәлім алып жатқан жастар, бүгінгі өмір қиындықтарымен күресіп, жеңе отырып, мемлекетіміздің дамуына үлес қосатындай биіктерден көріну үшін жас отандықтар қажырлы күш жұмсауда. Қайырлы таң, Қазақстан. Мерекелеріңіз құтты болсын дейміз. Бүгінгі күні мерекелік көңіл-күй көтеріңкі болсын, шарықтай берсін. Студиямыздың қонақтарымен одан ары қарай әңгімемізді жалғастырамыз. Енді осы 700-ден астам жастар қоғамы бар ғой. Сол жастар қоғамының жалпы барлығының бағыты бірдей ме екен? Әрине, бізде қазір сюжетімізде айтылып өтті. Қазіргі таңда Қазақстан бойынша 700-ден астам жастар ұйымы жұмыс атқаруда. Бірақтан біз қанша жастар ұйым болғанымен де бағытымыз бір. Ол мемлекеттік жастар саясатын дамыту. Сол жастар ұйымына мысалы бізді көріп отырған қазір студенттер, жастар бәлкім әлі мүшелікке енбеген шығар, олардың арасында енді бар ғой мүшелікке енбеген. Олар ену үшін сіздерге қалай хабарласу керек? Тек қана Алматы емес, барлық аймақтарда да бар. Бізде келген жас студентке есі ашық, студент емес, 14 жастан 29 жасқа дейінгі аралықта жастарға есік ашық, телефондар белгілі болып себілді. Себебі кез келген университетте немесе жастар ұйымдары жерлерінде ол жерде телефондары қалай хабарласып, қалай кіруге болатындығы жазылған. Ешкімге есік жабық емес, барлығына есік ашық. Ал ауыл жастарына сұрағыңыз орында, негізі жаңа мен тағы да айта кеттім, біздің өзі Қазақстан студенттер альянсы Қазақстан 21 қаласында бар. Сол себепті біз бүкіл аймақты қамтып отырмыз, бүкіл жастарды. Ол әрдайым өз қалаларында біздің өзіміздің филиалымыз бар, соларға хабарласып, әрине біздің қатарымызға қосылуға болады. Ал енді ауыл жастарының ескерілді ма осындай ұйымдарға? Не болмаса ауылда да осындай ұйымдардың мүшеліктері, орталықтар бар? Осындай ауыл жастарымен айналысатын ауыл жастарының одағы деген одақ бар. Сол ұйыммен ауыл жастарын қамтылады, толық қамтылады. Әр біздің бағытымыз, мақсатымыз бір болғанымен, әр ұйымның, жас ұйымның жұмыс істейтін бағыты бөлек-бөлек. Мысалы үшін өнерлі жастар конгресі өнерлі жастарды қамтып дамытады. Мысалы мен басқарып отқан. Ал ауыл жастар одағы деген жасыл ел бар. Экологиялық мақсатта, сондай мақсаттарда, бөлек-бөлек мақсаттарда жұмыс жасайды. Дәурен, жаңа сөз барысында айттыңыз бейнематериалда. Алғашқы ұйымдастырушылар туралы айтайық деп. Негізінен бұл мемлекеттік рәміздерді атап өту ең бірінші елбасымыздың өзінің идеясы. Соны ары қарай дамытқан кезіндегі үкімет басқарған Иманғали Нұрғалиев Тасмағамбетов болған. Содан келді мына биылға біздің Алматы қаласын жаңадан келген әкіміміз Ахметжан Смағұл Есімов ол кісі өте жалпы жастарға өте үлкен үміт артып маңыз беріп отыр. Сондықтан да ол кісі өзі келіп қатысатынын білдіріп отыр. Бұны айтайын дегенім, осы Алматы қаласының әкімдігі осы бүгінгі Алматы қаласының ұйымдастырылып жатқан шаралардың басында тұрған. Сонан кейін Алматы қаласы жастар саясатын дамыту мемлекеттік қоры, Алматы қалалық Нұр Отан халықтық демократиялық партиясының Алматы қалалық филиалы және Қазақстан жастарының конгресі, Қазақстан студенттерінің альянсы, өнерлі жастар конгресі, студенттік құрылыс жасақтары қоғамдық бірлестігі сияқты бірнеше және Алматы қалалық жас отан жастар қанаты барлығы бірлесіп, бұл нені білдіреді? Бұл жердегі мақсат, мен айтайын деп отырғаным, көптеген жастар ұйымдарының, яғни осы мемлекеттік рәміздерге құрмет ерекше екендігі бұдан байқауға болады. Өйткені басқа да өзге де көптеген жастар ұйымдары болды, біз де қатысайық, біз де атсалысайық деген. Соған қарағанда мен қуанып отырмын. Келесі жылы бұл мереке бұдан да жақсы, бұдан да жоғары деңгейде өтеді деген ойдамын. Ал былтыр менің Қазақстаным атты Астанамызда өткен жастар форумына қатысып келдіңіздер. Алған әсерлеріңіз қандай? Өткенде ғана өте жақсы сауал. Өткенде ғана елбасымыздың қатысуымен жас отан жастар қанатының бірінші съезі ұйымдастырылды. Оған да барып қатыстық. Елбасымыздың өзінің жастарға деген ниетін, жалпы бағыт бағдарын, өзінің ақылын, өмірде көрген тәжірибесінің бәрін жастардың алдында айтып, былайша айтқанда ақылын айтты. Ал енді сол ақылдан, сол алға қойған мақсатты біз әрқашанда бойымызды сақтап, арыға жұмыс жасайтын боламыз. Ал енді бүгінгі шараға қайтадан келетін болсақ, осы Алматы қаласындағы
жалпы тұрғындарын, оның ішінде жастары болсын, үлкені болсын, сәбилер болсын, сондай-ақ Алматының қонақтарын барлықтарын осы бүгінгі біздің мерекелік іс-шараларымызға қатысуға шақырамыз. Жалпы мерекеден бөлек басқа күндері мемлекеттік рәміздерді дәріптеу үшін қандай іс-шаралар өткізіп тұрасыздар? Мен айтып өтейін, бұл жерде осы Алматы қаласы жастар саясатын дамыту мемлекеттік қоры бірден-бір өкілетті орган болғандықтан осы жастар саясатына айналысып жатқан Алматы қаласы бойынша біздің жыл бойы жүргізіледі бұл тарапта. Және әртүрлі салада, яғни түрлі шығармашылық байқаулар болсын, әртүрлі инновациялық жобаларға арналған біздің байқауларымыз бар. Сонда да және сондай-ақ сөз арасында айта кетейін, қазіргі таңда ғаламтор интернет саласындағы біздің арнайы жастардың веб-шеруін ұйымдастырып тұрамыз жыл сайын. Онда да осы патриоттық, яғни мемлекеттік рәміздеріміз қамтылған жастардың сайттарын, соны жақсылық көбірек жастарға таныту мақсатында сондай жәнеге шерулер ұйымдастырып тұрамыз. Ондағы мақсат осы біздің мемлекеттік рәміздеріміз халыққа кеңінен таныла берсе деген ой ғой. Жалпы мемлекеттік рәміздерді дәріптеу, оларды құрметтеу, сыйлау балабақшадан, мектептен, одан кейін өздеріңіз сияқты студенттерден бастап алады ғой. Ал енді менің қолымда қазір Қазақстан Республикасы мемлекеттік гимні, туы және мынау гербіміздің жапсырма үлгісі Дәурен сізден алдым. Бүгін бұның барлығы тегін таратылады, иә? Бүгін осы сияқты өздеріңіз де байқап отырсыз, мына жерде экипировкаларымыз бар, біздің футболкаларымыз бар, мына шарфыларымыз, мынау жалаушаларымыз, бас киімдеріміз, сондай-ақ мынау төс белгілеріміз, мынау таратылатын жәнегі мынау елтаңба, ту, әнұранның тексттерінің барлығы көпшілік жастар авторлары көпшілігі біле бермейді. Соны білсін де біз мына жерде әдейілеп көрсетіп өттік. Жоғары жағында қандай біздің белгі екендігін, ал төменгі жағында олардың авторлары және оның қандай қоғамға сіңірген еңбегі, яғни регалий дейміз, соның бәрі көрсетілген мына жерде қарап өтсеңіздер. Яғни біздің жастарымыз түгел осыны біліп жүрсе деген ниет қой. Көрермендерімізге мереке құтты болсын дейміз. Бүгін қаладағы барлық алаңдарда ұлттық мерекеге байланысты іс-шаралар болып өтеді. Сондықтан қапы қалмаңыздар дейміз. Ең бастысы көңіл күйіміз көтеріңкі болсын. Барша қазақстандықтарға арнап Ақнай тобының орындауында Қазақстан әнін ұсынамыз. Қабыл алыңыздар. Бар жаныммен, тағдырым бір туған ел тағдырымен, арманым бір туған ел арманымен. Қазақстан қырандалам, сенен ғана бақыт табам. Ұлан ғайыр мерейім мол, жұлдыз бақыт самғарда жолдарыңды қайғынып басып
Мінекей осындай тамаша әннен кейін бүгін барша қазақстандықтарды рәміздер күнімен құттықтаймыз. Ал енді Дәурен, елбасымыз 4 маусым мемлекеттік рәміздер күні екенін жарлығымен бекітіп берді. Біз енді тойлатып жатырмыз. Қазақ өзі тойды, мерекені жақсы көреміз ғой. Дегенмен бүгін жұмыс күні. Яғни демалыс күні жарияланбаған. Бұл алдағы жоспарда демалыс күні жариялану керек па? Негізінде нағыз патриоттық сезімді нығайтатын осы мереке ғой біздің елімізде. Дұрыс айтасыз. Өте сіздің мына айтып отырған пікіріңізбен мен де келісем. Себебі бүгін шын мәнінде жұмыс күні. Көптеген жастарымыз деп айтайық, жалпы жұмыс жасап жүрген жастар, олардың барлығына осындай бүгінгідей іс-шараларға қатысқылар келеді, көргілер келеді. Шын мәнінде мемлекеттік рәміздер шын мәнінде мереке екендігін сезінгілер келеді. Сол себептен жаңағындай жұмыс күні екендігі кішкене бөгет жасайды. Сондықтан мен ойлаймын, алдағы уақытта біздің үкімет басындағыларымыз, үкімет басшыларымыз осыны дұрыс жолға қояды деген ойдамын. Яғни мемлекеттік рәміздер күні демалыс күнінде жарияланса, біз бұдан ұтылмаймыз, тек отамыз деп ойлаймын. Ал енді қыз жігіттерге бір сұрақ қояйын. Жалпы біздің жаңағы айттыңыздар, елімізде 700-ден астам жастар ұйымы бар дедіңіздер. Енді ол біздің елімізде 130-дан астам өзге ұлт өкілдері тұрады ғой. Сол ұлт өкілдерінің қыз жігіттері осы ұйымға келеді ме, тіркелген бе? Олар да біз менің елім Қазақстан, менің отаным Қазақстан деп мақтанышпен айта алады ма? Оларды айтқызу үшін біздер, яғни қазақ қыз жігіттері, оларға енді кішкене қол ұшын беріп көмектесуіміз керек қой. Әсіресе биыл мына мемлекеттік емтиханда орыс сыныбын бітіргендер қазақ тілінен емтихан тапсырды. Кейбіреулер біз тілді білмейміз деп те өздерінің наразылықтарын тудырып жатыр. Ондайды да естіп жатырмыз. Әрине, сауалыңыз өте орында. Қазіргі таңда біз өзіміз, біз қазақ балдары, қазақ қыздары, ол өзге ұлт өкілдеріне үлгі болуымыз керек. Ол үшін біз не істеуіміз керек? Ол үшін біз өз еліміздің патриоты болуымыз керек. Өз еліміздің осы нышандарына деген құрметіміз өте зор болу қажет. Және де осы әрине жастар ұйымында бізде көптеген ұлт өкілдері бар. Және де біздің жастар ұйымында арнайы ұлттар ассамблеясы бар. Ол ассамблеяда бізде қазіргі таңда 26 ұлт өкілдері бар. Осындай үлкен ассамблея құрылып, қазір жұмыс атқарудамыз. Елордамыз Астананың 10 жылдығы келе жатыр. Бұл мерекеге жастардың дайындығы қалай екен? Бұл мерекеге де жастардың дайындығы өте жоғары деңгейде өтіп жатыр. Бүгінгі өтіп жатқан мерейтойдың да бастамасы осы Астананың 10 жылдығына арнайы бастама болып табылады. Стартовый мероприятие деп айтуға болады. Мысалы, оған жастар кез келген мерекеге жастар өзінің белсенділігін көрсетіп отырады жоғары деңгейде. Енді бүгінгі мына мемлекеттік рәміздер мерекесінде байқасаңыздар, мына біздің кеудешелерде, футболкаларда сол Астананың 10 жылдығы логотипі берілген. Бұл деген сөз, біздің осы жастардың Астананың 10 жылдығына деген өздерінің тартуы. Яғни бүгінгі күннен бастап 6 шілдеге дейінгі барлық іс-шаралар жастар осы Алматы қаласында жастар ұйымдарымен өткізген. Барлығы Астананың 10 жылдық мерейтойына арналады. Іс-шараларыңыз жастарды қуанта берсін. Жалпы халқымыз өздеріңізді бетке ұстар азамат ретінде қарай берсін дейміз. Ал енді өздеріңіздің тараптарыңыздан халыққа таңғы тілектеріңізді білдірсек, мерекелік тілектеріңізді. Енді мен осы мүмкіншілікті пайдаланып, бүкіл Қазақстан халқын тағы да бір рет осы айтулы мерекеміз мемлекеттік рәміздер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Көгімізде көк байрағымыз, төрімізде елтаңбамыз, жүрегімізде әнұранымыз мәңгілік айтылып, мәңгілік көк байрағымыз желбіреп тұра берсін демек. Тамаша. Рахмет. Әрине, бүкіл барша қазақстандықтарды осындай керемет мерекелеріңізбен құттықтаймын. Әрине, сіздерге тағы бір айта кететін жайт, осы студенттерге бір қаратылып айтылатын сөзді, ол егерде құрметті достар, егерде мен лапылдап жанбасам, егерде осы біздер лапылдап жанбасақ, ертең аспанымыз қалай ашылмақ демекпін. Соған бәріміз құрметті достар, өз еліміздің патриоты болайық, өзіміздің осыны мемлекеттік рәміздерімізге, осындай мемлекеттік нышандарымызға құрметіміз өте зор болсын. Рахмет. Амин. Сіздерде қосыласыздар деген үміттеміз. Қазір Алматы уақыты 8:00 құрметті отандастар, мереке құтты болсын дейміз.